ыңғайсыз жерлерде болады, енді өзіңіз оны білесіз, түсініп білесіз. Мен енді ансамбльде қаншама жыл ансамбльде істеп келе жатырмын. Қазір мінекей Алатау өнер театрының ансамбльде, Алатау ансамбльде жұмыс жасап жатырмын. Сол жерде де партиялар әкеліп қойылады. Сол партияға ыңғайласпап, мен негізі өзім еш қорайда отырамын. Ойнай бер аяулым. Соған мына бір композиторымыз бар бізде, осы аспапқа арнап жазылған күйі бар, соны ойнап көрсетейік. Арнап, я. Специально написанный вот на этот инструмент. Ол ойлану деп аталады. Қазақшамыз жетпей жатса, Шмұрат аға, енді орысша да айта беріңіз, көп адамдар орысша түсінеді ғой бізде, халық тілі, екінші тіліміз орыс тілі. Это мелодия раздумья, специально написанный вот на этот ишкурай, написанный композитором Айратом Халиковым. Соны ойнап көрсетейін. Бұл күшті күй. Ал бәрекелді. Естіліп тұр, тамаша ойнай беріңіз. Өте тамаша. Бәрі жақсы естіліп тұр. Тамаша. Өте тамаша, керемет. Соны ойнаған керек тұрған. Рахмет сізге тамаша күйді орындап бергеніңіз үшін. Жалпы түркілес халқы
келді, қандай тамаша. Раздумья деген шығармаңыз қандай керемет. Шығарманы шығарған автор. Айрат Халиков деген бізде бір композитор бар. Сол махсус жазған осы инструмент үшін. Фадиез анализінде бар, ол өте жоғары ғой енді, жоғары болып кетеді, жоғары болып кетуден емес. Парцовкаға мен специально ең қиын позиция болады ғой, соған жаздырып алғанмын, чтобы доказать халыққа любой тональностьте может играть. Басқа тональностьте ол жеңіл ойнады. Осы Фадиез ең ауыр парцовка болады. Соны айтып тұр ғой енді, жоғары жаққа кеткенде тіпті қиын болады ғой, түсініп тұрмын мен. Керемет, тамаша орындадыңыз, қандай тамаша раздумья деген шығармаңыз. Ұзақ жасаңыз, Ишмұрат ағай. Сізге осы мейрамда өстіп бізге тікелей эфирға шыққаныңызға көп рахмет. Керемет болды бәрі тамаша. Енді мен келесі аспапты ойнап берейін, енді әр аспапты көрсете білген дұрыс деп ойлаймын. Кішкене мынандай састырнай деген аспапты ойнайын. Білесіз ғой енді? Иә. Састырнай аспабында біздің Қуаныш Жұмағалиев деген домбырашы, атақты мықты домбырашымыз бар. Консерваторияның шаңырағында жұмыс істеп жатыр. Сол кісінің кішкентай Еркен аз деген шығармасынан кішкене үзінді ойнап берейін, енді ол ұзақ шығарма. Конечно, мынау уақытта бүтіп келем екен деп мен сол қарап тезірек болса деп ойнай бер. қабыл болсын. Сіздің де тұтып атқан оразаңыз қабыл болсын. Ниетіңіз, дұғаларыңыз қабыл болсын. Сондай ораза айында бүгінгі қасиетті жұма күні сізбен кездестіріп, осындай тікелей эфир беріп отырған бір Аллаға шүкір. Аллаға шүкір, иә. Уақытымыз бар ма? Уақыт бар әлі. Кішкене мен естіп едім сізде өзіңіздің әкеңізге арнап шығарған шығармаңыз бар, өзіңіздің композиторлық жағыңызда бар екен, өнеріңіз бар, шығармалар шығарады екенсіз. Сол күйден кішкене халыққа естіртіп, ол күйдің аты қалай, шығу себебін кішкене түсіндіріп бере аласыз ба? Сол күйде естейін деп едім мен сізден. Бере аламын ғой. Мына қазір айтайын. Осы менің әкім 1910 жылғы асықпаңыз. Иә, асықпаңыз.
сол қайым қарт 1910 жылғы туған. Мен туғанда оған 54 болған. Сол мен кішкентай шаңырақ ұстайтын баласымын ғой енді. Сонда да шаңырақ ұстайтын жоқ оған қашқанмын. Но ондай емес мәселе. Осы концлагерлерді өтіп, сонан тірі қайтып, сонда бір өлген деп шығарып тастаған кезде қазақ пен башқұрт көмектесіп алып концлагерға бараққа алып қайтып, сонда өздері соны алып қалған. Қайтыс болмаған. Сол мына спасли от смерти. Айта беріңіз орысша, иә. Сол не гордиться невозможно с таким отцом. Действительно, я его очень любил. Он долгую жизнь прожил. Он всех любил. Хотя его после концлагерей таскали, он никому не держал зла. Он такой нас вырастил. И 90-летию я ему посвятил вот эту мелодию. Жалтырбас миямқарт. Неге жалтырбас миямқарт? Кішкентай ғана Боранбай деген бір племяннигі, бұны внучатый внугі. И сол айтқан бас тақырып алған ғой енді. Жалтырбасыңды маған беріп тұршы деп сұрағанмы ойнап. Сонан мен аға вот такой кличку Миямқарт деген күй жазғанмын. Это последняя кличка его. Его кличка очень много было. Он Каюм Мулла, Каюм поэт, Каюм ақын, бәрі болған. Сол Мулла болып жүріп 94 жасында қайтыс болған кезде келген муллаға қосылып Ясин оқып бірге сол қайтыс болып кетті. Сондай адам. Жақсы, керемет екен. Соған мен бір жазғанмын, ол күнде қазір билеу танцы поставили столько. Клипы снимают на этой мелодии. Вообще, как его жизнь и мелодия получилась, долгой жизнью. Спасибо нашим искусстволюбителям, его штат, Башкирии, везде. Соның кейін тартып берсем бола ма екен? Тартып беріңіз, иә, уақыт бар. Tuhan Yesus kayung bar.
Kayumbat. So, тамаша қалай келсін? қайыққат деген енді аудармасы қазақша шал деген сөз ғой енді Қайым, иә. Бізде сал деп айтады. Мына мен шал ғой енді мына. иә Тоже сал. Шал, басыма шал түскен. Сол. иә Қазір сол қайымғарт сияқты болып отырамын енді өзім. әумин иә әкеңіздің жасыңызға жетіп одан асып түсіп ұзақ ғұмыр тілеймін сізге аман есен жүре беріңіз керемет шығарыпсыз негізі композиторлық өнеріңіз бар екенін де білмеппін қайымғартты естігеннен кейін білдім Иә. тамаша енді осы консерваторияның табалдырығында жүрген кезіңіз есіңізге түскен жоқ па Түскен бар. Мен мұғалімдеріме рахметім көп. Ең бірінші мына Думат аға Мерғалиев деген болған, бізде декен болған ол. Шертерде ойнаған, по-моему так. Шал болған. Мен соны Айтқал аға Жайымовты, сол Дүсін аға Құрабаев, Дүсін Құрабаевич, сол бізде ректор болған. Абдулхамед аға Райымбергенов, Бахтияр аға Аманжолов, Дина апа болған. Бәрін сол мұғалімдерімді сағынып еске алам. Бәрін. Кімдерді айтпасам, ренжімесіндер, бәрін бір жолы еске түсіруге болмайды. Ер сайын қазірге Басықараев менің досым болған. Ол мұғалім болған. Иә, шертерде. Қазірде шертерден мұғалім ол кісі. Иә, профессор Ерсайын Басықараев. Мынау Қайырғазы Төленов, мен жақсы көрем. Талғат Мұқышты жақсы көрем. Рамазан фамилиясын ұмытып тұрам, кешірсін. Рамазан аға, сонда Жүргенівте жұмыс істейді. Рамазан Стамғазиев ағамыз ғой. Иә, сол Стамғалиев. Рамазан Стамғазиев халықтың халық әншілерінің бірі, баритональный дауыс ол кісінікі. Тамаша кісі. Таласбек аға болған мынау сонан мен айтуға ұмытқанмын. Біздің Нұрлан Көшеров деген бізде оқыған кезде бір бала болған. Өте жақсы көрем. Талғат, Қанат, Нұрлан Көшеров. Нұрлан Көшеров ағаңыз семейде қазір мықты вокалдан береді мұғалім, иә. Ол күшті, мықты педагог деп естігенмін. Оның балдары лауреат, международный мықты музыканттардың бірі ол кісіде. Мен мынау Нұрғиса ағамызды жақсы көрдім. Нұрғиса аға, білесің бе? Нұрғиса аға Тіліндиев. Нұрғиса Тіліндиев ағамыз, иә, айтып өтіңіз енді. Мен оқыған кезде ол болған, мен оған барып, танысып, ол кісімнен, ол да мені өте жақсы көрген болған. Сол, ол ағаны мені өте жақсы көрген. Сол, тарих қой енді ол. Тарихтың бәрін осы алақандай бір сағаттың көлеміне сыйғызу мүмкін емес. Қаншама шығармалардың бәрін осы бір сағаттың ішіне сыйғызып өткізу мүмкін емес. Ишмұрат ағай,
енді сіздің осы бізге қарсы жолығып, осы жақсы шығып жатырсыз эфирімізға. Бүгін бірлік күні, Қазақстанның бірлік күні, бірлігіміз жарас тұрсын, бірлігіміз, осы тірлігіміз барлығы бірге болсын. Ататүрік елдерін, түрік тілдес елдеріміз аман болсын, шекаралас елдеріміз аман болсын, бүкіл дүние жүзі аман болсын. Қазіргі мына өтіп жатқан індетімізден тезірек жазылып, халық тезірек өзінің бұрынғы жұмыс орындарына шықсын. Осы ораз айында тілеп отырған тілегіміз осы. Осы тезірек осы індет ауру айтып келмейді дейді. Аяқ астынан келген індет, енді оған халыққа көніп отырмыз. Халықты өзінің президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев ағамыз да халықты уайымдап, халықты алдын ала карантинге жауып, халықты ойлап отырған ол кісіге де бас иеміз. Біздің Алатау өнер театрының басқармасы, директоры Дәлел Зейнешұлына рахметімізді айтамыз. Осындай театрымызды кеңейте берсін. Сізге сөз берейін, сіз алғысыңызды айтыңыз. Жоқ, сыныпташы мынау пайдаланып айтайын. Мынау дәстүрлі өнер театрының директоры Дәлел Зейнешұлына айырып көп алғыс айтқым келіп тұр. Осындай мынау мүмкіншілік жасаған үшін. Соны айтқым келіп тұр. Бүкіл қазақ халқына ораз айында жақсылықтар тілеймін. Әмин, айтқаныңыз келсін. Сол мына қалғанын басқасы айтайын. Қазақ халқына, қазақ бауырларымызға көп сәлем. Башқұрт халқынан Қурай менен Ишқурай, ол мына халықтар достығы инструмент етіп атанам мен аны. Сөмке мынау сыбызғыны, түрікпендің түйдігін, түріктің нәйен адилаштырсам, осы Ешқурай келіп сығады. Соған мына осы достық күнінде, достық инструментінде орындауыма мен қуаныштымын. Жақсы, рахмет. Ишмұрат ағай, зор денсаулық тілеймін, сізге аман болыңыз. Осындай жақсы ұстаздық қасиетіңіз дамып жүре берсін. Сізге денсаулық тілеймін, отбасыңызға, жалпы Башқұрт еліне жақсылық тілеймін. Қазақ халқы Башқұрт елі бір тілдес деп ойлаймын. Тілі де, діні де бәрі ұқсайды. Сондықтан аман болыңыздар, жақсылықта кездескенше. Жақсы, сау болыңыз ба? Жақсы, амандықта кездесейік. Аман болыңыз. Айналайын.